Армысыздар, пайдалы ақпарат қызға арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз сәбіз туралы болмақ. Сәбіздің пайдасы. Сәбіздің пайдалы және дәрілік қасиеттері оның бай құрамына байланысты. Сәбіз ағзаға өте пайдалы көкөніс. Оның құрамында В, ПП, С, Е, К дәрумендері және адам ағзасында А дәрумініне айналатын каротин бар. Сондай-ақ сәбіздің құрамында 1,3% ақуыз, 7% көмірсу бар. Ол көптен бері әртүрлі ауруларды жеңілдету үшін дәрілік зат ретінде қолданылып келеді. Сонымен сәбіз қандай ауруларда көмектеседі? Асқазан ішек жолдарының патологиясына. Сәбіз шырыны мен мәйегі өт бөліну және шығару процестерін жақсартады. Бұл көкөніс өт қабына тас байлану ауруынан зардап шекетін адамдардың мәзірінде міндетті түрде болуы керек. Зат алмасуда қиындықтар болса, сәбіздің құрамында ақуыз бен көмірсудың метаболизмін қалыпқа келтіретін, сондай-ақ жасушалық тотығу және қалпына келтіру процестерін белсендіретін биологиялық белсенді компоненттер бар. Сәбіз шырыны мен мәйегі жалпы әлдендіретін әсерге ие. Ол иммундық жүйені белсендіріп, сүт шығуды күшейтеді. Көз ауруларына. Сәбіз көзге жағымды әсер ететін және адам ағзасында А дәрумініне айналатын каротинге өте бай. Сол себепті көру мүшесінің бұзылыстарынан зардап шекетін науқастарға мүмкіндігінше тамыр жемістерді шикілей жеу ұсынылады. Ал каротиннің тек маймен ғана адамның ас қорыту жүйесі арқылы сіңірілетінін естен шығармаған жөн. Сондықтан осындай аурулар кезінде сәбіз тұтынудың ең оңтайлы жолы одан майонез, қаймақ немесе майлы тұздықтар қосылатын салат жасау болмақ. Зәр шығару жүйесінің бұзылуына. Сәбіз тұқымында зақымдалған эпителий жасушаларын қалпына келтіретін заттар бар. Олар бүйрек ауруларын емдеуде тиімді деп саналады. Ал сәбіз тұқымының тұнбасы несеп айтатын әсерге ие. Ол қуықтағы тастар мен құмдарды ерітіп, сыртқа шығаруға көмектеседі және бүйректің шаншып ауруын жеңілдетеді. Жүрек тамыр ауруларына. Сәбіздік тамырлы жемісіндегі заттар жүректің бұлшық еті мен қан тамырларының қабырғасын нығайтады. Ал жақында ғана миокард инфарктісін өткерген науқастар үшін жаңадан сығылған сәбіз шырынын ішу ұсынылады. Салқын тигеннен болатын ауруларда. Сәбізден жасалған құрам ағзаның қорғаныш күшін белсендіреді және айқын бактерияға қарсы әсерге. Олар жоғарғы тыныс жолдарының қабыну ауруларын емдеуде табысты қолданылады. Жүйке бұзылуларына. Сәбіз көзінің ішкі торлы қабығының зақымдануы, басқа да жүйке тінінің деградациялық өзгеруінен туындайтын жүйке жүйесінің бұзылыстарын тиімді емдейтін көкөніс. Сондықтан да мұндай аурулардан зардап шегетін науқастарға күніне кем дегенде 2 стақан сәбіз бен балдыркөк шырынының қоспасын ішу ұсынылады. Науқастардың рационында сондай-ақ үккіштен жаңадан өткізілген сәбіз бен түрлі жемістерден жасалған салаттар болуы керек. Міне, біз сіздермен түрлі сәбіздің пайдасы туралы бөлісе кеттік. Осылай сәбізді үнемі жеп отыру адам ағзасына пайдалы екен. Ауырмайық, сау саламатта болайық. Келесі кездескенше аман болайық.